Сәлем оқырман, контекст марафонының кезекті бөліміне қош келдің. Бұл бізде 9-шы бөлім. Бүгінгі тақырыпты бастайық. Барыңыздарды экранға салып отыр, және видео ұнаса және пайдалы болса, бұл видеоны достарыңа бөлісіп отыруды ұмытпайық, жақсы ма? Ендеше кеттік, бастаймыз. Бастайық, кеттік, let's go. Так, бак дейді. Бетоннан жасалған бактың сыртқы диаметрі 6 метр, ал ішкі биіктігі 2 метр. Бактың қабырғасының қалыңдығы және түбінің қалыңдығы 20 сантиметрге тең. Так, сыртқы диаметрі 6 метр, ішкі биіктігі 2 метр, бактың қабырғасының қалыңдығы және түбінің қалыңдығы, түбі, яғни бак қой, ол бак болса ішіне бірдеңе құяды. Сондықтан түбін бөлек жасап отырған болар, бөлек, түбін бөлек жасаған. Окей, бірінші есепке қарайық. Бактың түбін жасау үшін көлемі неше метр куб бетон қажет? Түбін деп отыр. Түбі, яғни мынау астыңғы бөлігі болып отыр. Мына астыңғы бөлігі, бұл астыңғы бөлігі қандай геометриялық фигура болады? Бұл астыңғы бөлігі, жігіттер, қыздар, бізде цилиндр болады. Мына көріп отырмыз ба? Асты бит. Яғни асты боялған. Сол бізде цилиндр болады, кішкентай ғана цилиндр болады, соның көлемін тауып алайық. Цилиндрдің көлемін табу үшін біз табандағы дөңгелектің ауданын оның биіктігіне көбейтеміз. Яғни πr квадрат көбейту h деп жазып аламыз да. Осы жердегі пиді 3 деп ал деп отыр есеп, ендеше 3 деп алайық. Радиус, қараңдар, диаметр 6 метр деп айтылған, диаметр 6 метр. Ал демек радиус екесе кіші болады. Радиус 3 метр болады. Демек 3-тің квадрат деп жазып қоямыз, ал биіктігі бұл жерде 20 сантиметр. 20 сантиметр дегеніміз ол 10-нан 2 метр, 10-нан 2 метр. Вот осыны біз квадраттаймыз. Яғни 0,2 сантиметр бұл, 0,2 метр. Вот ол 10-нан 2 метр болады. Жақсы. Мұна жерде 3-тің кубы орналасқан, 3-тің кубы бұл 27. 2-нің квадраты бұл 9, 10-нің квадраты бұл 100. Нәтижесінде 81 бөлінген 100 болады. Сонда бұл 0,181 метр кубты береді, ал ондай жауап жоқ. Так, бактың түбін жасау үшін, бактың түбін жасау үшін көлемі неше метр куб бетон қажет? Түбін деп отыр, Түбі цилиндр болады. πr квадрат көбейту h деп аламыз. Жоқ, демек мен мына жауаптарды дұрыс жазбадым деген сөз, мынаны өзім жазғам. Демек олар қате жазылды, жауабы осы 0,81 метр куб болады. Көріп отырсыңдар ғой, бүкілі дұрыс қойылған. Жақсы, кеттік. Бакты жасау үшін көлемі неше метр куб бетон қажет дейді. Бакты жасау үшін біз шетіндегі мына бөлікті аламыз, мына шетіндегі қалыңдығы бар ғой мынау. Осының көлемін табамыз, және біз қазір не таптық? Біз түбін таптық. Яғни шетіндегі ауданды табамыз. Одан кейін түбіндегі жаңағы көлем бар, екеуін қосу керек қой. Екеуін қосу керек. Біз қиын әдіс сол. Вот жеңіл әдіс бар, қараңдар. Бұл на самом деле не? На самом деле бұл қалыңдығы, ол сыртқы бөлігі, ол негізінде цилиндр. Просто цилиндрдің ішін алып тастады ғой. Негізі цилиндрдің көлемі πr квадрат h. Бірақ біздің r-іміз қандай болып тұр? Біздің r-іміз бұл жерде. Біздің r-іміз, қараңдаршы, біздің r-іміз мынау үлкен r болсын, мынау 20 сантиметр деген кішкентай r болсын. Үлкен r 3 метр, кішкентай r бұл 20 сантиметр, 0,2 метр болсын. Яғни біз бұл жерде, бұлай жазамыз. r минус r квадрат h деп жазамыз. Яғни біздің формуламыз түрленетін болса, осылай болады. Егер бұл түсініксіз болса, онда сендер просто мына үлкен цилиндрдің көлемін табыңдар, одан кейін мына кішкентай цилиндрдің көлемін алыңдар, одно и то же болады. Просто мен сол затты бірден жазып кетіп жатырмын, и біз осылай есептейтін боламыз. Пи бізде 3-ке тең деп отыр, сыртқы үлкен радиус ол 3 метр, ал анау қалыңдық, ол 0,2 болып тұр. 0,2 болып тұр.
әлде біз бірдемен дұрыс жасамай отырық па? Иә, біз мына нәрсені дұрыс жазбай отырық. Мен қайта айтып өтейін. Просто жай ғана естіп жазып кетеміз. То есть жаңағы мен жазған өрнегім, ол мына ішін табады, ішін. Бізге іші керек емес. Бізге мына бөлік керек, иә? Мына бөлік. Осының көлемі қажет қой. Демек, еш нәрсе азайтудың қажеті жоқ. Негізінде. Или бөлек-бөлек табайық, иә? Қиналмай бөлек-бөлек табайықшы. Алдымен үлкен цилиндрдің көлемін табамыз, яғни V1 деп қойық. Пи R квадрат. H бізде 2 метр. Так, 3-тің кубы 27, көбейту 2, яғни 54. Вот енді V2 деп қойық. V2 ол мына іші қуыс қой, соның көлемін табамыз біз. Оның радиусы қанша болады? 3 метрден 20 сантиметрді азайтамыз. 2,8 болады. 2,8, сонда 3 көбейту радиус квадрат. Радиусы 2,8, я? 2,8-дің квадраты көбейту h, яғни биіктігі. Сонда біз на самом деле бастапқыда, яғни мана мен айтқан, просто пи r квадрат h деген формула бұл дұрыс екен. Көріңдер ма? Біз осыған келіп жеттік. Яғни мына жерде біз бәрібір 3-тің квадратынан 2,8-дің квадратын азайтсақ, не шығады? Қараңдаршы, азайтқан кезде бізде бәрібір 2,8, 3 плюс 2,8 деген өрнек шығады, я? Жақсы, онда жаза берейік осы күйде. 3 көбейту 2 бұл 6, 2,8-дің квадраты қаншаға тең, осыны есептеп тауып алайық. 7,84 болады. Енді 6-ға көбейтеміз. 47,04 дейді. 47,04. Сонда бізде дельта V дегеніміз қалыңдығы, яғни V1 минус V2 болсын, я? Осыны есептеміз. 54 минус 47,04 деп жазып аламыз. Сонда бұл жерде 6,96 болуы тиіс. Тексереміз. 6,96. Жақсы. Еще бізде табанның көлемі бар, я? Табанының көлемін біз V3 деп қойық. Оны бағана біз есептедік. 0,81 болып тұр. 0,81. Сонда біз жалпы бакты жасау үшін көлемі неше метр куб бетон қажет деп сұраса, онда дельта V-ға біз V3-ті қосамыз. Өйткені дельта V ол сыртқы қалыңдығы, ал V3 ол табаны, я? Табанындағы цилиндрдің көлемі. Демек, 6,96-ға 0,81-ді қосамыз. Нәтижесінде 7,17, яғни 7 болады ма? Осындай бір сан шығуы тиіс. 6,96-ға қосамыз 0,81-ді. Я, осындай сан шығады. Мына жердегі сандарға мән бермейік. Сонымен мен бағана өте көп артық ақпаратты айтып қойдым. Қысқаша бір түйін жасайықшы, түсініп алайық. Не істеуіміз керек біз? Біз мына сыртындағы көлемді табу үшін алдымен үлкен цилиндрдің көлемін табамыз, я? Одан кейін кішкентай цилиндрдің көлемін табамыз, екеуін азайтамыз, нәтижесінде мына сыртқы қалыңдық шығады. Ең дұрыс, ең оңай жол осы. Давайте осыны қолдандық дейік, я? Біз осыны қолдандық, сендерге де осыны қолданған жөн болады. Сол кезде шатаспаймыз. Одан кейін барып, біз алдыңғы есепте табанындағы цилиндрдің түбін, я? Соның көлемін таптық. Енді жалпы бакты жасау үшін сол екеуі қажет, демек екеуін қосамыз, 7,77 шықты. Жауабы осы сан болады. 7,77 метр куб. Окей, кеттік. Бактың сыртқы бүйір бетінің ауданын табыңыз дейді. Бактың сыртқы бүйір бетінің ауданы дей ма? Бағана таптық қой. Бетоннан жасалған бактың сыртқы диаметрі 6 метр. Сыртқы диаметрі 6 метр. Ал ішкі биіктігі 2 метр. Бактың қабырғасының қалыңдығы 20, және түбінің қалыңдығы 20. Бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданы ол мынау. Біз оны есептедік, ол 6,96 болды. Сондықтан біз жауабын мына жерге жазып қоямыз. Жауабы 6,96 болады. Бүйір бетінің ауданы таптық қой біз уже.
или не тома? Сыртқы бүйір бетінің ауданы. Сыртқы бүйір бетінің. Онда басқаша ғой, я? То есть, мына үлкен цилиндрге қарайықшы. Үлкен цилиндр, я? Осы үлкен цилиндрді жазып тастасақ, не шығады? Цилиндрді жазып тастаған кезде бізде тік төрт бұрыш шығады ғой. Тік төрт бұрыш. Яғни, оның ұзындығы не болады? Оның ұзындығы ол шеңбердің ұзындығы болады. Яғни, екі пиері болады. Ал ені биіктігі болады. Биіктігін білеміз екіге тең. Ал екі пиер дегеніміз ол шеңбердің ұзындығы, я? Шеңбердің ұзындығын білеміз ба? Шеңбердің ұзындығын пока білмейміз, я? Ендеше табайық. 2 көбейту 3, көбейтілген радиус ол тоже 3. Сонда бізде 9, 9-ді 2-ге өтсек 18 болады, я? Сонда бүйір бетінің ауданын табамыз, қарапайым тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз де 36 деген сан шығады. Жауабы осы В варианты деген сөз. Келесі төртіншесі. Бактың сыртқы бүйір бетінің ауданы табанының сыртқы ауданынан қанша есе үлкен дейді. Сыртқы бүйір бетінің ауданы, ол қанша? 36 болды, я? Ал енді табанының деп отыр, я? Табаны мынау ғой жаңағы. Табанның сыртқы ауданынан дейді. Табанының сыртқы ауданынан. Табанының сыртқы ауданы дейді, я? Ол мына бөлік болар бәлкім. Мына бөлік. Сол бөлікті тауып алайық. Я, ол да бізде тік төртбұрыш болады ғой, ол да цилиндрдің бүйір беті ғой. Цилиндрдің бүйір беті болса, оның шеңбердің ұзындығы бар 2 пиер, ол то же самое болады, я? 2 көбейту 3 көбейту 3, яғни 18 болады. А вот биіктігі 0,2 метр. Сонда бұл жердегі табанының бүйір бетінің ауданы 18 көбейту 0,2 немесе 3,6 болады. Сонда 10 есе үлкен көріп отырмыз ба? 10 есе үлкен болып тұр. Жауабы А варианты. Бүйір бетінің ауданын бөлеміз табанының бүйір бетінің ауданына. То есть табанның сыртқы ауданына, я? 36 бөлу 3-те 6 тең 10 болады. Жауабы А варианты екен. Соңғы 5-ші. Бактың сыйымдылығын табыңыз дейді. Сыйымдылығы, яғни мынау ішіндегі қуыс бар ғой, ішіндегі қуыс ол негізінде цилиндр. Сол цилиндрдің көлемін табу керек. Цилиндрдің көлемін табамыз пи r квадрат h дейміз, я? Пи 3-ке тең, ал радиус бұл жерде 3 метр емес. Радиус бізде мынау 3 метр, азайту 20 сантиметр. Негізінде біз бұл цилиндрдің көлемін бағана таптық, но қайта таба салайық. Мына жерде 3 азайту 0,2 болады, соны квадраттаймыз, және биіктігі 2 метр. Бағана біз бұны есептеген болатымыз, ол 47,04 болды. 47,04 болды, сондықтан біз мұнда жазып қоя салайық. 47,04. Сонымен жауабы В варианты екен, біз есепті контексті шығардық. Сонымен жігіттер қыздар, біз кезекті контекст бөлімін аяқтадық. Егер видео ұнаса және пайдалы болса, бұл және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркеліп қойыңдар. ұбт-ға деген өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Және видеоны достарыңа жібер, тоже пайдалы видеомен өз білімін, ұбт-ға деген дайындықтарын арттырсын. Жақсы, ендеше келесі контекстте жүздескенше сау бол.